Мені кешірші өтінем, жаным менің. Қайдағы бір тентіреп жүрген жетімді үйге алып келген өзіңсің. Ей, өзіміз ғой, қорықпа. Аяш. Жіберіңіздер, не істеп жатырсыздар? Қайраттың әйелі кім көрінгенмен жүрет деп жатыр. Осыңды жап деймін. Бір қатынға әлің жетпей. Фильмнің басты кейіпкері жас қыз Жылдыз. Ол ауылдан шыққан, арман мақсаты бар қарапайым қыз. Бірақ тағдыры өте ауыр соққылар әкеледі. Жылдыз бен Қайрат бірін-бірі шын сүйіп қосылған еді. Екеуінің махаббаты ақ пен қарадай айқын, бір-біріне деген адал сезімдері шынайы болатын. Бірақ Қайраттың анасы келінін ешқашан жақтырмады. Жетім қыз ертең бізге опа бермейді деген күдік оның жүрегін мүжіп, келініне деген өшпенділігін күн өткен сайын арттыра түсті. Келіннің әрбір ісін сынға алып, ұлының құлағына ол саған тең емес деген сөзді үздіксіз құятын. Тіпті астыртын түрде тамағына бала көтертпейтін дәрі қосып беріп, Жылдызды ұрпақсыз қылуға тырысты. Қайраттың жанында үнемі бірге жүретін 4 досы бар еді. Мақсат, Шыңғыс, Нұрғазы және тағы бірі. Олар Жылдыздың сұлулығына қызғанышпен қарайтын. Қайраттың әйелі қандай көрікті деп іштей қызығып көз тастай беретін. Бір түні енесі келініне шай қоюды бұйырады. Жылдыз ас үйге барса, су таусылып қалыпты. Түн қараңғысында ыдысын алып бұлаққа беттейді. Бірақ дәл осы сәт оның тағдырын астан-кестен ететін оқиға орын алды. Қайраттың 4 досы жолын торып, әлсіз қызды ұстап алып, ендегі бір ескі үйге апарып зорлайды. Жан жарасы мен тән жарасын арқалап, әрең дегенде қашып шыққан Жылдыз көз жасын көл қылып үйіне жетеді. Бәрін күйеуі мен енесіне айтады. Бірақ ол күткен қолдау орнына тас жүрек үнсіздікке тап болады. Енесі ел жұртқа масқара болмайық, бұл істі ашпа деп тыйым салады. Тіпті келіннің кінәлап, өзің түрткі болдың, кінә сенде деп қаралайды. Жылдыз зорлықтың құрбаны болады. Ол әділдік іздеп айналасындағылардан көмек сұрайды, бірақ ешкім оны қолдамайды. Күйеуі, туыстары, тіпті ауыл адамдары да оның сөзіне сенбей, кінәні өзіне аударады. Ал Қайрат болса, сүйген жарын қорғаудың орнына, шынайы болсаң бұған жол бермес едің деп, кінәні әйеліне артып ұрып соғады. Жылдыздың ішкі әлемі қирайды. Ол жақындарына сенуден қалады, үмітсіздікке түседі. Қоғамдағы әділетсіздік пен адамдардың тас жүректігі оның жанын жаралайды. Жалғыздан жалғыз қалған, әділетке қолы жетпеген Жылдыздың жүрегінде өштің оты тұтанады. Ол өзін қорлағандардың әрқайсысын жазалауға бел буады. Әрбір қадамын ақылмен жоспарлап, бір-бірлеп оларды іздеп табады. Ол өзін қорлаған, азаптаған адамдарға қарсы өз қолымен әділет орнатуға кіріседі. Бұл жолда ол қатаң, ешкімді аямайды. Оған бұл істе көмекші Тәку деген кейіпкер бар. Ол Жылдызды іштей жақсы көрген, сәл есі ауыштау жігіт еді. Әрбір қадамында Жылдыз кек алып, зорлық жасағандарға өз жазасын береді. Көрермен оның әрекеттерін бақылап отырып, бір жағынан түсінеді, бір жағынан үрейленеді. Әрбір жазалау оның ішкі жан күйзелісінің сыртқы көрінісі. Кешегі қорғансыз, жылап жүрген нәзік қыздан енді ештеңеден тайынбайтын қатал әйелге айналған еді. Бір кездері күлкіге тоймай, оны қорлағандар енді Жылдыздың қаһарына тап болып, кезек-кезегімен көз жұма бастайды. Соңында ол өзін мазақ қылып, тағдырын күл қылғандардың бәрінен кек алып тынады. Фильм финалы ашық, бірақ ауыр. Жылдыз жеңді ме, әлде өзін жоғалтты ма, оны көрермен өзі бағамдайды. Қорытындылай келгенде, өш бір қыздың ғана емес, бүкіл қоғамның трагедиясы. Оқиға желісі арқылы фильм зорлық-зомбылық, қоғамның үнсіздігі, әділетсіздікке қарсы тұру тақырыптарын көтереді. Кино ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып тіркеле кетіңіз.